анықтайтын боламыз. Яғни ол жерде бізде жұмбақтар берілген. Сол жұмбақтардың жауабын табу арқылы біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбын анықтаймыз. Қане? Бізге бір саны түсті. Бір санында қандай жұмбақ бар екен? Бір көзім кідір дейді. Бір көзім жүгір дейді. Бір көзім абайға дейді. Қарабал маңайға дейді. Қане кім айтады? Арман? Бұл жұмбақтың жауабы бағдаршам. Қане тексеріп көрейік. Дұрыс, өте жақсы отырады. Бағдаршам екен. Қане екіншісі. Бізде 5 санында бізде қандай жұмбақтар бар екен? Көліктің қаншасын үстінен өткізген? Іргеден басталып, алысқа жеткізген. Ақжан? Жол. Жауабы жол дейді. Қане? Дұрыс, өте жақсы отырады. Жол екен. Келесі бізде 16 саны. 16 санында бізде қандай жұмбақ? Ала таяқ ұстаған, жол тәртібі бұзған. Нұрдәулет? Полиция қызметкері. Полиция қызметкері. Дұрыс, өте жақсы. Яғни балалар бұлардың полицияның, бағдаршамның атқаратын қызметіне жол ережесін сақтау. Яғни балалар бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы жолда жүру ережесін білеміз. Және де балалар бұл жол белгілері көлік қозғалысын реттеу үшін және де жол бойында қойылатын арнайы белгілер. Мінекей, бұл жол белгілерінің өзі жеті түрі бар екен. Ол тиым салу белгісі, ақпараттық белгі, ескерту, назар аудару деген секілді. Яғни бұл жерде мына белгіні біз білеміз ба? Қандай белгі? Мына пішіндегі белгі қандай белгі? Дұрыс, тиым салу белгісі. Яғни мына жерде біз көп жерде жолда көреміз бұл белгілерде. Бұрылуға тиым салынады, яғни болмайды деген белгі. Жаңа белгі бар, бұл бізде ақпараттық белгі саналады. Өйткені егер де мына белгі тұратын болса, онда ол бізде Жақын жерде асхана. Жақын жерде асхананың бар екенін бізге ақпарат беріп тұрады. Біз белгілерді түсіндік қой. Енді сол белгілерді жаяу жүргіншілерге арналған және жүргізушілерге арналған жол белгілерін екі топқа бөліп шығамыз. Және де қазір мынау бізде қандай түстер? Қызыл, сары, Ол нені білдіреді? Бағдаршам дауысын білдіреді. Яғни қазір мен бұл дайындау, баста, аяқта дайындаламыз. Жұмысқа кірісеміз. Бұл жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілері. Бұрылуға болмайды деген сөз. Жақсы. Тиым салу белгісі тобы. Дұрыс, бөлген екен. Отырамызды керемет. Үшінші топ. Бұл жерде жаяу жүргіншілерге арналған жол белгілері. Мына жерде бұл жерде адамдарға жүруге болмайды деген белгі. Ал мына белгі бұл велосипед айдайтын жер. Тамаша, орындапты, штабта отырамызды. Енді балалар, бізде тағы тапсырма бар. Қазір мен сендерге суреттер таратамын. Осы сюжетті суреттер арқылы біз мәтін құрап жазамыз. Яғни ол мәтіннің ішінде сын есім және сын есімнің шығайдары болуы шарт. Балалар, тоқтатамыз, уақыт аяқталды. Енді мәтінді жазып қой, әңгіме жазып үлгердік ба? Кәусар, оқи қойшы. Бұл суретте балалардың ойнауы үшін қауіпсіз жерлер келгенін байқамай қалуы мүмкін. Сол үшін жолда жүру ережесін сақтау керек. Бұл жердегі сын есімдерін қайсы? Апаттық, қауіпсіз. Ал күшейтпелі шығайды қатыстырдың ба? Иә. Қандай күшейтпелі шығайды? Тым аз. Тым аз және Өте ыңғайлы. өте ыңғайлы. Дұрыс. Мына топтан Аяла Кәусарға 2 жұлдыз 1 тілек айтысы арқылы бағала. Маған бұл құраған мәтін ұнады. Сын есіме шай
ойыны арқылы қорытындылаймыз. Яғни қазір бізге сұрақтар беріледі. Сұрақ сын есімнің шырайлығын ата дейді. Айша, сын есімнің шырайлығы екі бөлек, кішірейтпелі шырай және салыстырмалы шырай. Дұрыс. Өте дұрыс отырамын. Қане? Ал енді жол белгілерінің маңызы қандай? Жол белгілерінің маңызы қандай? Арман? Жол белгілерінің маңызы ол адам өмірде қауіптілік тимесін деп орнатылған. Орнатылған, иә? Дұрыс. Өте жақсы. Енді бағдаршамның пайдасы қандай? Қадыржан? Бағдаршам машиналарды тоқта және жүр деген белгілер көзін береді. Адамды қасбет үшін сондай қызыл жүргенде адамдар жүреді. Қызыл бергеніңізде адам жүреді ме, көлік жүреді ме? Адам жүреді. Көлікке қызыл түс беретін болса, онда адамға жасыл түс жағады, иә? Сол кезде жүруге рұқсат. Дұрыс. Күшейтпелі шырайға мысал келтір дейді. Ернұр. Күшейтпелі шырай өте жаман. Аяған. Күшейтпелі шырайға мысалда қап-қара, сап-сары, аппақ. Дұрыс. Отыра қойыңдар. Өте жақсы. Біз жол белгілерін өте жақсы түсіндік, иә? Енді оны өмірде қолданамыз ба? Өте жақсы болды. Өмірде күтпеген оқиғалардан сақтану үшін біз әрқашан жол белгісін сақтауымыз керек. Жан-жағымызға қарап, соның барлығын орнап жүруіміз керек. Өйткені сендер жол белгісін, жол ережесін сақтамасаңдар, сендер тек қана өздерінің өмірлеріне ғана емес, жан-жағындағы адамдардың да өмірде үлкен қауіп төндіресіңдер. Сондықтан да сақтасаң, сақтаймын деген мақал бар бізде. Сондықтан да жол ережесін біліп, жол белгілерін жаттап, әрқашанда жолда тәртіпті болып жүрейік. Сабақ аяқталды балалар, сау болыңдар.